қарсы алыңыздар. Абылай Наурызбай. Абылай мырза, қош келдіңіз. Көңіл күй қалай? Өте тамаша. Жалпы Алматы қаласында жатыр ма? Ұнады. Жалпы журналистерден кейінгі жылдары қашып жүр екенсіз. Бұның сыры не, себебі не? Біз сұхбат алуға барған кезде бізден де бас тарттыңыз. Менің ешқандай нем жоқ қой, мазалағандан қаламаймын бір жағынан. Кәдімгі өзімнің арманым бар, мақсатым бар. Бір жағынан оған да кедергі жасайды. Келе беріп мен қайта мазамды алып кәдімгі адаммын. Журналистер сізді ренжітті ма? Жалпы біз естіп жатырмыз, сізге өзіңізбен әңгімелескен кезде сіз айттыңыз, маған журналистер хабарласады, үнемі шақырады, осындай сұхбаттарға ақша береміз деп айтады, бүйтеді, соңында келгенде мені алдап кетеді дедіңіз. Енді соның барлығын айтып беріңізші, неге алданып жүрсіз біздің бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерінен, халықтың алдында, көрерменнің алдында? Ол неге болғанда мен отбасымда өзім ондайға мүлдем қарсымын, осындай түсіп журналистермен сұхбат сосын олар қалайда енді іздейді да соның жолдарынша бүйтеміз сөйтеміз деп. Одан кейін мен сізге айтайын, ең соңғы болған қатты енді әттең деген кез болды. Онда келді да бірінші маған келді, мен өзім рұқсат бермедім. Әке-шешем басқа ауылда болды енді. Содан барды да әке-шешем де рұқсат бермеді, олар келді да маған осылай әке-шешеңнен рұқсат алдық деп мені түсіріп алып кетті. Ол кезде енді мен 4 оқимын. Рұқсат алдым деп, яғни сізді алдап кетті? Мені алдады, бәріміз алдады. Мен естуім бойынша сізді пирожныйға да алдаған журналистер бар дейді. Ол рас па? Ол рас. Болған оқиға ол. Айтып беріңізші, сол қалай болды? Пирожныйны тастамай кеткен журналистер ол. Мамамдар айтады оны. Ол кезде мен өте кішкентай болдым. 6 жаста ма, 5 жаста болдым ғой. Енді жалпы сіз көп адамға өкпелі екенсіз. Тек қана журналистерге емес, сонымен қатар дәрігерлер де сіздің пайдаланып, сіздің осы болмысыңызды пайдаланып, біраз ақша тапқан сияқты. Ол жағын айтып берсеңіз. Ақша тапқан адам тапқан шығар. Ол жоқ. Онымен болған іске өкінбеймін. Ол кезде кішкентай болдық қой. Қазір енді не дейміз, өстік, өз-өзімізді басқаратын кез келді. Енді алданбаймыз. Енді алданбаймыз деп айта аламын. Сізді алдап кеткен дәрігерлерді сіз білесіз ғой, сіз айтпай отырсыз. Сондықтан да бәрін осы халықтың көзінше, елдің көзінше аттарын атап айтыңызшы, мынандай дәрігерлерді. Аттарын, шынымды айтсам, аттарын толық та білмеймін. 6 жасымнан кейін барған жоқпын осы неге, больницаға. Аттарын ұмытып қалдым. Жалпы өткенге оралғым келмейді. Ресейлік бұқаралық ақпарат құралдарына берген сіздің сұхбатыңыз бар, сондықтан да экранға назар аударып, соны бір рет тамашалап алайық. Ауыл мектептерінің бірінде мерекелік кеш өтіп жатыр. Сахнада 4-ші сынып оқушылары өнер көрсетуде. Шаттыққа толы көңіл күй. Алайда сахнаға мына бала шыққан сол еді, бағанадан бері шапала құрып, даурыққан ел жым бола қалды. Бұл оқу озаты, әдебиет пәнінен өткен олимпиаданың жеңімпазы. Оның есімі Абылай. Абылаю 10 лет. Абылайдың жасы 10-да, оның тұла бойын түгелдей қалың түк басқан. Бойында адамға тән емес қасиет көп, ширақ, әрі жылдам қимылдайды. Дәрігерлер Абылайдың ұйқысы сергек, іс-қимылы жыртқыш аңдарға тән дейді. Абылайдың өзі жабайы itтермен ойнағанды ұнатады. Тәнін түк басқан Абылайдың болмысы қандай? Ко всем этим бананам, яблокам, это все его быстрота, оперативность. Врачи запретили Абылаю. Дәрігерлер Абылайға қырынуға, косметикалық препараттар қолдануға тыйым салады. Оның тек шашын қырқуға болады, ал бетіне қайшы тигізуге мүлде тыйым салынады. Ой, мой золотой, да я сама отвезу. Как перенести? Тұла бойын қалың қылшық қаптаған Абылай аптап ыстықтан қалай қорғанады? Ол тек салқын су арқылы сергуге мәжбүр. Ол қандай ауруға шалдықты? Қарапайым адамдардың арасында түкті бала қалай күн кешеді? Біз кей кезде бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, журналист қауымдар сенсация іздеп, көп нәрсеге барып жатамыз, көптеген адамдарды алдауға дейін барып жатамыз. Сондықтан да бізде тележүргізуші Мақсат толықпай отыр. Сондықтан да Мақсат мырза, біз журналистердің осы қылығын, әріптестеріңіздің осы қылығын қалай бағалайсыз? Тақырып төңірегінде сен материал жасап шығуың керек, ол өлтірін. Содан кейін сен сұхбат алуың керек, ол адам сұхбатқа келіспеуі мүмкін. Енді сен сол сұхбат алу жолында енді әртүрлі ол әрекетке баратынымыз рас.
жаңағы алдап та жатады, басқа да енді әрекеттерге барады. Мысалы үшін енді бұл жердегі жағдай басқаша, жаңағы шет жағасын естіп жатырмын ғой. Жаңағы журналистер алдап келген, мысалы үшін кәмпитін ұсынған, сұхбат бермей қойған соң кәмпитін қайта алып кетті деп жатыр. Енді біз аз күндік, мысалы бір күндік табысқа бола, бір материалға бола, енді соншалықты енді бір ардан таятындай не көрінді деймін де жаңа тыңдап отыр. Енді журналистика деген бұл әр журналистің өзінің бір этика болу керек қой, журналистикалық этика деген бар. Мен ойлаймын, бұл әр журналистің өзінің ішкі сана сезімімен өзінің бір этика деңгейіне қызмет етеді деп. Сондықтан оны жасыратын жоқ, соңғы кезде жеке өмірді, адамның жеке өмірін құрметтеуден қалып бара жатырмыз. Сондықтан енді мен әріптестеріме айтарым, кәсіби парызымызды парасаттылықпен орындайық. Бәрекелді. Жалпы бұл қалай пайда болды, басынан бастап айтып берсеңіз, туа бітті ма бұл сіздің денеңізге? Мен өзім 1996 жылы Жаркент өңірінде туылған. Туғаннан бастап осылай. Шет жағасын естіп жатырмын. Гаммонда хромосома деймін соған. Біреудің артық немесе жетіспеушілігінен деп атады айтады. Аблай не стесняется своей внешности. Абылай өз келбетінен еш қысылған емес, ол баршаның назарында болуды қалайды. Балмұздақпен көрікті қыздарды ұнатады, басқалармен тіл табысуы да тез. Дайте один мороженое. На мороженое, пожалуйста. За что? Просто так. Такому мохнатому Мұндай кавалеру- сүйкімді сабалақ балаға сүйсінбеу мүмкін емес. Ол қымбат көліктер мініп, қара көзілдірік таққанды ұнатады. Өз ортасында беделді, танымал болғысы келеді. Мне нравится машина. Аблай часто ходит с Абылай шағын камерамен жүргенде ұнатады. Кей сетте телеоператордың кейпіне енеді. Аблай очень хороший брат. Он немного волосатый. Родители Ал не ата-анасы оны отказались емдету от үшін ухода, бар күшін салған, пытались бірақ увидеть еш нәтиже болмады. успех. Қалың түк Волосы тәнін растут толықтай басып отовсюду. кетті. Он же родной же, как это оставлять же? И это нечеловечно. За Аблаем Қазір ол наблюдают дәрігерлердің ерекше бақылауында. Жұмбақ аурудың емі қандай? Жұқпалы ма? Она. Удалось установить. Тек Это генетикалық ауытқулардың салдары, табиғат қателігі екені ғана анықталды. Абылайдың бойында кімнің қаны бар? волосатого мальчика. Я не могу сказать от обезьяны, но у него очень похоже. Но сможет ли мальчик выжить? Түпті бала қарапайым адамдардың арасында қалай күн кешеді? Ол қоғамға қалай бейімделеді? Теплой шерстью. Осындай адам болып қоғамда жүру қиынға соқпай ма? Жоқ. Кәдімгі адамдардың арасында жүрген сияқты. Достарым көп. Онда ешқандай қиыншылығын әлі көрген жоқпын. Енді осы орайда біздің студиямызда цитогенетик маман отыр, Айтқали Қалимағамбетов. Қош келдіңіз аға. Осы орайда сіздің пікіріңіз маман ретінде. Абылайдың оқиғасын алсақ, бұл қорқынышты ешқандай жағдай жоқ. Әлемде осындай оқиғалар бар әрине. Мысалы, Ресейде осындай 80 жақты адамдардың кездесуі бар. Біздің Қазақстанда осы Абылайдан басқа мен естіген жоқпын. Адам популяциясында кездесу жиілігі өте сирек. Бұл дәрігерлердің айтуы бойынша туа біткен гипертрихоз дейміз. Яғни ұрықтың даму кезіндегі пайда болған ауру, ешкімге жұқпайтын ауру негізінде. Тұқым қуалай ма, осы жерде айтып кетіңізші? Тұқым қуалау мүмкін, бірақ көбінесе олар кездейсоқ пайда болады. Және ата-ана жағынан осы екі геннің мутация болған гендер кездессе, сонда балада ауру пайда болуы мүмкін. Абылайдың апасы ауырған шығар мүмкін, грипп болған шығар, не болмаса мынау жүйке жүйесінің ауруы болды ма, кім біледі, оны қазір айту қиын ғой әрине. Соған байланысты болып отыр ғой деймін. Ем жағын қарастырсақ, өкінішке орай туа біткен гипертрихоз қазіргі кезде ем шарасы жоқ, емделмейді деп айтуымызға болады. Біз Абылайдың отбасымен танысып қайтқан болатынбыз, сондықтан да экранға назар аударайық. Абылайдың отбасы. 17 жасқа толған Абылай 5 баланың ішіндегі екіншісі. Әкесі Бақыт ауылдағы орта мектепте қарауыл болып қызмет атқарады. Анасы болса үй шаруашылығы және бала тәрбиесімен айналысады. Абылайдың қалың қара түк басқан келбетіне отбасы мүшелерінің көз үйренген. Баламыз ғой енді үлкен болғаннан кейін еркелетеміз енді. Еркелететін кезде еркелетеміз. Баламның дені сау, сабақты жақсы оқиды, бәріне үлгереді. Енді олар әртүрлі ойлайды да, олар.
ауылдың жұмысы осы. Отын жарады, от жағады, самаурын қояды. Малдың жағдайын жасайды. Отбасындағы ұлдардың үлкені болғандықтан су тасу, отын жару сияқты үй шаруашылығындағы міндеттер Абылайға жүктелген. Іні қарындастарының мектептегі жетістіктерін өзі қадағалайды. Алайда кей кездері інілерімен таласып қалатын сәттері де аз болмапты. Көбінесе сотқа талысты, ең бірінші мен алдым ғой сот. Сол кезде о да сотқа ойнатып та, сосын мен алдым, сол жерде сотқа таласамыз ғой екеуміз. Бірге. Сөйтіп кім жеңді? Мен жеңдім. Сотқа. Алаулатқан еңбектің отын, жаздай жадырап менің өлкем. Абылай отбасы мүшелерімен бірге ән салғанды жақсы көреді. Бала күнінде Абылайдың түк басқан түрінен қорыққандар да, саусақ шошайтып мазақ қылғанда аз болмапты. Сондай күндері оның жанынан тек анасы табылған. Абылай дастархан басында шырқаған әнін қамқоршы анасына арнады. Өз балаңнан артық бала бар маңа, мәз боласың жарай алсам шаруаңа. Теңіздерден кешіп өтіп жетпей ме, жан ботасың сағынғанда аруана. Қарсы алыңыздар, студияда Абылайдың ағасы Серік Наурызбай. Қош келдіңіз аға, жайғаса қалыңыз. Жалпы Абылай дүниеге келген кезде ата-анасы қандай күйде болды? Қандай сезімде болды? Абылай дүниеге келгенде енді ата-анасы қуанды. Енді бұл Құдайдың бір берген сыйы болар. Бәріміз қуандық, бәріміз енді біреуге не болар, бізге түкті бала, ол енді бізге отбасымызға, жанұямызға бір қуаныш келді деп бәрі қуанды. Кейіннен де бәрі қуанышты. Жалпы ерекше бала болып дүниеге келгендіктен бір қиын кездер, сондай сәттер болды ма? Емдеу жағы. Мысалы, мына біздің республикалық генетикалық тұрғыдан тексеру жағы кейбір жағдайларда кемшіліктер болып жатты. Мен өз басым куәмін. Осы бала кішкентай болғанда, мен сол Алматы қаласындамын. Мына республикалық генетикалық орталыққа барғанда басында бізді қабылдағысы келмеді. Өздері квотамен шақыртты, алдырды, бірақ сразу мен қабылдамаймын, мен бүйтпеймін, мен сөйтпеймін деген әңгімелер шықты. Мен сразу айттым, қабылдамасаңыз, сіз қол жазып, маған жазып беріңіз, мен сразу жоғары министрлікке хабарласам. Онда несіне шақырдыңыздар? И сол кезде әйтеуір қарады, ата-анасында болды ма, әкесінде мындай болды ма, туыстарыңызда болды ма деген сұрақтармен, өнен кейін мен ол генетикалық тұрғыдан қандай сараптама жүргенін мен білмеймін. Өзгелерге мүлде ұқсамайтын Абылай мектепте қандай оқушы? Абылайдың сүйген қызы кім? Біздің арнадағы жарнамадан кейін білетін боламыз. Осы орайда біз тағы да бір бейне көрініске назар аударайық. Қазір Абылай 11-ші сыныпта оқиды. Эколог мамандығын игерсем деген мақсаты бар. Сыныптастарының айтуынша Абылай сабақтан қашудың алына жан салмайды екен. Десе де ол озат оқушылардың қатарында. Қатты бұзықтық ештеңе жасамадық деп ойлаймын. Сол мектептен сабақтан қашып кету, анау деген сияқты. Енді қашқан кездер болған ғой. Абылай алғашқы бала махаббатында осы мектептен кездестірген. Сол махаббатына арнаған ең алғашқы өлеңдерінде осы мектеп қабырғасында жазған. Түнде барасың қызға. Абылайды жақсы көрдіңіз бе? Иә. Мен қызым да сол. Соны барып кездесіп табыстырғам десе. Содан екеуі жүр енді. Қазір ол ұлттық бірыңғай тестіне қызу дайындық үстінде. Сондықтан да болар, Абылай мен оның достары сабақтан қашуды қысқартқан. Осы орайда студиямызға Абылайдың сыныптасы Дастанды шақырып қоюға рұқсат етіңіздер. Қош келдің, Дастан. Жайғаса қалыңыз. Сіздің сыныптасыңыз қандай жігіт өзі? Әрине ол енді Абылай досым, мен ең біріншіден ол адамгершілігі өте мол. Және енді
жақсы бала, көбінесе енді адал, шын дос деп білем. Осы бізге екінші класста, ең бірінші екінші класста бізге келген, содан бері жақсы араласып келедіміз. Алғаш көргенде қандай сезімде болдыңыздар? Алғаш келгенде білмеймін, енді ол кезде балалықпен бір болған шығар, сразу бірден ойнап кеттік бірге қосылып. Не ойнадыңыздар? Не ойнаған енді екінші класстан қоласпақ сана ойындар қыз. Абылайды бір сөздің арасында кемсіткен, ренжіткен жерлеріңіз болды ма? Жоқ, ондай болмады ғой, есімде жоқ. Болмады айтар. Өз басым олай кемсітіп көрмедім. Басқа балалар енді кемсітпеді деп ойлаймын, кемсітпеді. Яғни үнемі қастарыңызда бірге алып жүресіздер. Енді Абылай қандай оқушы жалпы? Енді ол бірінші класстан енді сабағы жақсы, өте жақсы деп айтуға болады. Енді үлгерімі өте жақсы ғой. 5 пен 4 аралас. Енді Абылайдың өзіне сұрайықшы. Абылай, сен қандай пәндерді сүйіп оқисың? Мектепке оралайық. Мен биология, ерекше биологияны оқимын. Қазақ тілі, тарихты да қызық оқимын. Қызық қой тарих. Енді жігіт болғаннан кейін, ер азамат болғаннан кейін, жалпы қызға қарамай тұрмайтын ер азамат болмайтын шығар, сондықтан да бәріміз қызға қараймыз. Біздің Абылайға сұрақ қояйық, жалпы Абылай қыздар жағы қалай? Жасыратын жоқ, қызым бар. Өзі біздің мектепте оқиды. Аты анау мынау деп айтпай ақ қояйын енді. Енді айтайық енді. Өзімнен бір жақсы. Енді қыздың жүрегін қалай жаулап алдың, қалай таныстың, жақсылап айтып берші. Атын айтпай ақ қой жарайды, қалай танысқаныңды, ол сіздің жүрегіңізді, сіз ол кісінің жүрегін қалай жаулап алдыңыз, соның барлығын жақсылап баяндап айтып берші. Біз махаббат десе жанымыз кіреді ғой жалпы. Қайсысын айтайын? Қайсынан? Қызым көп болды. Қазір қыздар. Қазір қыздар ма? Негізі бұрын жүрдік екеуміз. Сосын мен жалпы 10-шы сыныпта басқа ауылдан оқыдым да. Сосын 11-шы сыныпта қайтып келдім өз мектебіме. Келдім енді. Бір кеш не болды ма? Осенний бал болды ғой. Сол кезде таныстық қой. Танысқанда енді. Сол кезден бастап жақсы араласып кеттік. Жақсы араластыңыздар, иә? Қазақтың қандай қыздарын айтты? Қазақтың енді қарапайым, қазақтың қыздың бойында табылатын шаш ұзын, әдемі болса болды. Адам кетіп жатыр. Қазір қыздар ма, жоқ қыз ба? Бірақ қызбен жүрмісің ба, жоқ бірнеше қыздар бар ма? Қазір қызбен. Бірақ қызбен жүрмісің, иә? Абылай, сізден басқа сізге ұқсайтын адамдар бар ма Қазақстанда? Қазақстанда екен білмеймін. Үндістанда бар. Үндістанда, Америкада бар ғой. Жалпы қазір әлеуметтік желі деген бар, жер бетінің кез келген өңірімен байланыс орнатуымызға болады. Сол азаматтармен, азаматшалармен сөйлесіп тұрмайсыз ба? Әлеуметтік желімен болмаса, ғаламтор арқылы. Қатынасыңыз жоқ? Мүлдем ойламаппын. Енді біздің шығармашылық тобымыз ізденген болатын, сондықтан да экранға назар аударайық. Оңтүстік Қазақстандағы Тұрбат ауылын қарапайым халық сақалды апалары ауыл деп атайды. Себебі мұнда бұрын көзі көріп, құлақ естімеген сақалды кейуаналар көптеп кездеседі. Мұтабар апаның жасы 67-де, иегіндегі қалың сақал осыдан 40 жыл бұрын шыққан. Әдепкіде бойындағы өзгерістен үрейленіп дәрігерге көрінген. Алайда мамандар мұның еш қаупі жоқ екенін айтқан. Сол уақыттан бері ол құба сақалына қайшы тигізбепті. Өзімді шалым өзімді кісім қуанатын еді. Менмем жүрсе сойынып жүретін еді. Автобуста, метрода, трамвайларда, Ташкентте мына бала оқығанда артыдан қыдырып баратынбыз. Бәрі жұрт маған қараса, шалым қуанып, сойынып отыратын еді. Саған қарап атырдым. Ал Қалима апайдың иегіндегі сақал осыдан 50 жыл бұрын тебіндеп шыға бастаған. Ол сақалын түбегейлі қырып тастамағанымен, қайшымен түзеп қиып тұрады.
Unamasa da жүрем енді, қайтам. Кәтейдім ғой енді. Шалып жақсы, сүйеді ғой шалып мені. Қаяққа барады дейсің енді? Небері шебері көріп отырған. Осы орайда цитогенетик маман Айтқали ағамыздың айтары бар сияқты. Жаңа біз оны әйел адамдарды көрдік қой. Олардың ауруы басқаша, себебі басқа. Өйткені бұл әйел адамдарда кездесетін тұқым балауға бейімді аурудың аталуы гирсутизм дейді. Абылай, арманыңыз қандай? Жалпы арман, бала күндегі арман актер болып болған. Актер болып. Абылай, бүгін сенде үлкен мүмкіндік болып тұр, өйткені біздің студиямызда белгілі режиссер Асқар Ұзабаев ағамыз келіп отыр, сондықтан ду болғанын көрсетіп. Енді сіз біздің тілшілерімізге Абылайды киноға түсірем деп уәде берген едіңіз, сол уәдеңізді орындайсыз ба? Халықтың алдында, жұрттың алдында Абылайдың көзінше айтыңыз. Все зависит, подойдет ли он к какой-нибудь роли. Если будет подходящий типаж, и если будет соответствующая написанная какая-то роль, то почему бы и нет? Жалпы Абылайдың арманы. Бүгінгі тақырыптың өзі солай айтылады, сондықтан да біз сізге міндеттейміз жалпы Абылайдың арманының орындалуы болашақта. Я вообще могу сказать на самом деле больше. Аблай, у тебя очень красивая история, о которой нужно отдельно снять кино. Бәрекелді. Абылайдың бойында қандай өнері бар? Абылай Асқар Ұзабаевты қандай өнерімен таңғалдырады? Осы сауалдардың жауабын жарнамадан кейін білетін боламыз. Жалпы Абылай бойында қандай өнер бар? Жалпы бойымда біріншіден сабақты жақсы оқимын, мен үлгерім жақсы. Одан кейін екінші қызығушылық, қазіргі заманда рэп дейді ғой. Рэп оқимыз, достарым бәріміз. Қызығушылық қой. Яғни сіз біреудің жазған рэптерін оқисыз, өзіңіз рэп жазасыз ба? Иә. Өзіңіз шығарып, өзіміз минус тауып бәрін өзіміз істейміз. Шағын студия бар, студия болғанда. Жалпы бұл өнерді кімнен үйрендің? Бұл өнерді Ашқазақ продан бәріміз үлгі алдық қой. Олай болса, Абылайдың ауылда орындаған рэпін қазір экраннан тамашалайық. Міне мынау менің досымның үйі. Осында біз бос уақытта ән жазамыз. Міне досым Дастан. Осы жерде ән жазып, бос уақытта осында келіп. Шағын студиялар. Шағын студия. Жой, екі тап жүрсек та. Көзіңе ұрған жүрекке дәрі, сені лайықтысың сүюге, сырақтар өзіңе. Айлы аспан аясы сағындырдым өзіңді, күні түні жанымда болуыңды қаладым. Мен сені сүйемін, мен сені көтемін, болшы мәңгі қасымда аруым сүйгенім. Бұл жүрек хит және лирика, жүректе тек саған деген сезім. Ая, мен сені сүйем, бұл ақиқат, сен менді түсін, сезім емес атта капа және өте сұлу. Ғашық болу оңай, қиын сені сүю. Я ғашықпын, сүйемін әлі, сенің көзің ауырған жүрекке дәрі, сені лайықтысың сүюге, сырақтарып өзіңе сенуге, жүрегімнің әуенін тек саған. Енді Қазақстандық қандай рэперлерді ұнатасыз? Кімдерді тыңдайсыз? Шыңғыс, мысалы, Смитти, Жақау деген сияқты. Енді Шыңғыс біздің студиямызда отыр, міне. Абылай рэп тыңдаймын дейді, сізді тыңдаймын дейді, Ашқазақты тыңдаймын дейді. Бұған не дейсіз? Абылай өте дарынды жігіт, жаңа сюжеттен де көрдік, домбырада тартады екен, ән де айтады екен. Сондықтан бәріміз Абылайды ортаға алып, бәріміз
жаны ашып жатқан сияқты, ол дұрыс емес менің ойымша. Ешқандай кемшілігі жоқ жігітте, аяқ қол балғадай. Сонымен қатар аруларға түкті жігіттер ұнайды екен, қыздар көп екен өте. Сондықтан да Абылай өте дарынды жігіт. Енді болашақта бірге жұмыс жасауға қалай қарайсыздар? Әрине екеуміз келісіп қойдық, бірге жасаймыз жұмыс, әлі ұзақ жұмыс істейміз бірге. Сондықтан да ол жағынан ешқандай проблема жоқ. Бейнебаян түсіруге ешқандай проблема жоқ. Ешқандай сұрақ жоқ. Ешқандай сұрақ жоқ. Құрметті көрермендер, Абылай мен Шыңғыстың орындауындағы репті қазір біздің арнадағы жарнамадан кейін тыңдайтын боласыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Жоқ мені мазалайды бір сұрақ, боламын қандай әке, ұлым қандай болмақ. Ойлайсың мен үшін бұл тақырып етте, баламын сен үшін әлі бейімделмеген өмірге. Жоспарларым көп, болашағым бұлыңғыр, өткеніме түкірдім, бүгінгініме шүкір. Білемін бойымнан көрінбейді байсалдылық, қаламаймын мен қол қусырып қалғанымды отырып. Менің ұлым сен қандай боласың, қуанышым боп үмітімді артасың. Әкең еме әлде анаңа таптасың, төрге қарай ұмтылып мақсатыңа жетерсің. Менің ұлым саған жақсы әке болам ба, білемеді бірақ алаңдаймын болашағыңа. Менің ұлым үмітіңді ақтай алам ба, қуанышыңды күлкіңді әуенге қоса алам ба. Болашақ ұлым менің, жалғасы өмірімнің. Болашақ ұлым менің, мұрагері тағымның. Болашақ ұлым менің, бөлшегі жүрегімнің. Болашақ ұлым менің, қандай әке боламын. Сенің әкең хан, сен боласың ханзада. Көз жасымды көрмейсің қанша қиын болса да. Болам сенің досың, болам сенің қорғаның. Мен үшін үлкен бақыт сенің адам болғаның. Менің ұлым, өмірімнің жалғасы. Құтқарымың қатты болса да өмір ағысы. Сенің табысың, бұл менің табысым. Ешқашанда бойыңда күмән тудырмаспын. Менің ұлым, сені тастамаймын. Бойыңдағы күнәнің бәрін мен арқалаймын. Ешқашан болмайды сенің көздеріңде үрей. Тәрбиелеймін сені ұлым, қолымды көтермей. Жасанды түсік жасау заманы дүрілдеп, балалар үйінде жетімнің көзі жәудіреп. Адамдар арқаламайық сәби қарғысын, бауырым ойлан қандай әке боласың. Болашақ ұлым менің, жалғасы өмірімнің. Болашақ ұлым менің, мұрагері тағымның. Болашақ ұлым менің, бөлшегі жүрегімнің. Болашақ ұлым менің, қандай әке боламын. Бәрекелді, рахмет. Бұл әннің өлеңін жазған Абылай Наурызбай. Ал жартысын жазған Шыңғыс. Ал енді бағанан бері Абылайдың арманына талқыланды, Абылайдың өзімен таныс болдық, өнеріне куә болдық. Сондықтан да бүгінгі бағдарламамызды қорытындыласақ. Надо просто идти вперед, не отчаивайся, у тебя институт. Если хочешь стать актером, поступай на актерский факультет Жургенова. Если хочешь сочинять музыку и петь песни, тоже это делай. Ты очень духовно и творчески богатый молодой человек. Так что пользуйся этим и получай от жизни удовольствие. Мақсат Толықбай. Жалпы мен бағанадан қарап отырмын, Абылай сенің өмірде мойыма, сенде бәрі бар. Мүмкін сыртқы келбетінде біраз кішкене өзгешелік болғанмен, сен бақытты адамсың. Жаңа көріп отырмыз, әке шешең бар, қол аяғың аман, қабілетің бар, ақылың бар, жаңа сабақты үлгерімді деп жатыр. Таланты да бар. Мен ойлаймын, осы біздің осы эфир көріп отырған бір продюсерлер болса, Абылайдың
осының барын пайдаланып біраз ақша да жасауға болады Абылайда жұлдызды. Мен қарап отырмын, негізінде саған тілейтінім біліміңді әрі қарай жалғастыра қой. Жоғары білім орнына оқуға түсе бер. Мен саған осы тілегім мінекей әрі қарай біліміңді жалғастырып, дәрігер болғың келе ме, биолог болғың келе ме, мінекей осындай арманың орындалсын. Абылай, арманыңды орындай алдық па? Арманымды енді айта аламын, жол ашып беріңіздер деп. Себепші бол. Армандаған арманға. Себебі енді мына жақта үлкен кісілер сөз беріп жатыр. Енді айтам, қолымнан келген істеймін, мен тырысам, бір нәрсені бастасам, аяғына жетпей қоймаймын. Еңбек істеймін, осыған жету үшін. Журналистерге өкпелегеннен айтқан сөзің ба, жалпы осы бүгінгі сұхбат соңғы сұхбатым депсің. Бұл ойыныңыздан айнисыз ба, жоқ осы ұстанымда қаласыз ба? Бұл енді соңғы сұхбатым болады. Сіздер енді мен басында келісім бермедім ғой. Осылай бір жағынан ойладым, мен арманға жол ашылатын шығар, бір септігі тиетін шығар деп. Енді осы соңғы сұхбат осы болды. Рахмет. Біз бүгін қолымыздан келгенше Абылайдың арманына жол аштық деп ойлаймыз. Ендеше адамның бойына біткен ерекшелік адамның тән сұлулығымен емес, жан сұлулығымен ерекшеленеді емес пе? Ендеше Абылай тек қана сәттілік. Арамызда айтылмаған әңгіме қалмасын, амандықта жолыққанша.